Assalamu alaikum достар. Біз бүгін өте дәмді шпажкада шашылық дайындайтын боламыз. Алдымен тауықтың төс етін орташа етіп 4 бөлшектеп тураймыз. Оған құрғақ сарымсақ, тұз, қара бұрыш, паприка және сұйық май құйып 15-20 минутқа маринаттап қоямыз. Жарты сағат тұрса да жақсы болады. Кейін шпажкаларымыз қарайып кетпеу үшін суға дәл солай 15-20 минутқа салып аламыз. Көкөністерімізді 4 бөлшектеп турап аламыз. Көкөністерді жеке маринаттап қоямыз. Оған сарымсақ, тұз және сұйық май құйып, араластырып 15 минутқа қойып қоямыз. Шашлықтарымызды дәл видеодағыдай көкөністер мен етті кезекпен орналастырып қоямыз. Барлығын дәл солай ретпен жасап шығамыз. Духовканың табағына фольга немесе пергамент қағазын қоямыз. Шашлықтарымызды барлығын тізіп 35 минутта 180-200 градуста пісіп шығады. Шашлықтарымыз өте жұмсақ, әрі дәмі сондай керемет болып шығады. Мерекелік дастархандарда суық тағам ретінде қойсаңыздар өте әдемі көрінеді және дәмді болады. Сіздерге ұнаса, пайдалы болса, лайк басып, тіркеліп қойыңыздар.